торпақ белгісі үшін тамыз айы қандай болмақ? Достар, егер сіздердің қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, астында инфобокста менің инстаграм, телеграм каналдарым көрсетілген. Сол жерге тіркеліп маған жазсаңыздар болады. Және де инстаграм, телеграмда көптеген посттар бар. Сіздерге керекті, қызықты посттарды табасыздар деген ойдамын. Тіркеліп алыңыздар. 4 тамыз күні жаңадан ай туатын болады. Жаңа энергиямен бастаймыз. Тамыз айын өте позитивный энергиямен бастаймыз. Өйткені арыстан белгісінде ай туатын болады. Жұлдызнамадағы ең позитивті белгілердің бірі бұл арыстандар. Өте энергичный, сондай жарық, сондай ақ жарқын белгілердің бірі арыстан белгісі. Сондықтан өте керемет ай туады. Енді бұл ай сіздердің 4-ші секторларыңызда туады. Яғни сіздің бүкіл энергияңыз, харизмаңыз, сіздің активностіңіздің барлығы өзіңіздің отбасыңызға немесе сіздің үйіңізге, тұратын жеріңізге бағытталатын болады. Осы кезде өзіңізге ұнайтын пәтерге көшуіңіз мүмкін, немесе 2 бөлмелі пәтерден 3 бөлмелі пәтерге, немесе пәтерде тұратындар үйге көшуі мүмкін. Жалпы арыстан белгісінің энергиясына сүйенетін болсақ, бұл кезде сіздер өте позитивті, өте сондай көрнекті, масштабный өзгерістер жасайтын боласыздар, қадамдар жасайтын боласыздар. 4-ші сектор бойынша бұл сіздің жаңа отбасыңыз деді ме? Отбасылық өміріңізді жақсартатын боласыздар. Одан кейін 5 тамыз күні Венера планетасы 5-ші секторларыңызға кіреді. Венераның жүрген жері мейрам. Яғни бұл жерде қандай да бір мейрам, праздник болуы мүмкін. Сіздерде қандай да бір той томалақ болатын болса, сіздер оны кішігірім етіп жасауға тырысатын боласыздар. Бұл жердегі энергия бойынша сіздер жаңағыдай үлкен, пышный тойдан бас тартуыңыз мүмкін. Оны сіздер рационалды түрде қолдануыңыз мүмкін. Мүмкін осы кезде үйленетін жастар болса, мүлдем тойды қаламауы мүмкін. Олар керісінше өздеріне пәтер алуы мүмкін, немесе өздерінің керек жарағын алуы мүмкін. Өздеріне не керек? Кейбір адамдар демалысқа барып келуі мүмкін, 5-ші сектор бойынша. Сондықтан бұл жердегі той өте рационалды түрде өтетін болады, егер сондай той томалақ болатын болса. Және бұл романтикалық партнеріңізбен бір саяхат болуы мүмкін. Ол да кішкене бюджетный түрдегі саяхат болуы мүмкін. Сізге ұнайтын, бірақ бюджетный. Одан кейін 5 мен 28 аралығында Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кіреді. Мен Меркурийді айтып жүрмін, ретро қозғалысқа кіргенде сіздер бір нәрсені қайтадан жасайтын боласыздар. Осы кезде гаджеттар, техника бұйымдарын алуға кеңес бермеймін. Өйткені осы кезде алған нәрселер көбінесе адамның көңілінен шықпай қалып жатады, немесе тез сынып қалып жатады. Сондай бір ситуациялар болуы мүмкін. Кез келген планета артқа қайтқан кезде қандай да бір арт жақта қалып қалған жұмыстарды аяқтайтын боласыздар. Енді бұл жерде сіздер өзіңіздің балаңызға қандай да бір жылжымайтын мүлік сатып алып беретін болып жатсаңыздар, немесе бірігіп сатып алатын болып жатсаңыздар, немесе сыйлыққа сатып алып беретін болып жатсаңыздар, өте абай болу керек. Осы кезде қандай да бір адамдармен келісу мәселесінде проблемалар болуы мүмкін. Яғни 2 рет келісу, немесе бір адаммен келісіп қойдыңыз, ол адам сөзінде тұрмай тағы бір рет келісу басқа адаммен. Сондай келісу мәселелерінде қиындықтар болады. Адамдармен сөйлесу мәселесінде қиындықтар болуы мүмкін. Жаңағы контакт табу, коннект табу кішкене адамдармен қиындау болады. Сондықтан бұл жерде кішкене шыдамды болу керек адам, қатты ашуға баспау керек, ретро Меркурий болып жатқанын естеріңізден шығармау керек. Одан кейін тамыз айында Сатурн мен Юпитердің арасында напряженный аспект бар. Бұл аспект 1 мен 31 аралығында болады. Бүкіл ай бойы созылады. Енді бұл жерде сізге қарыз адамдар қарызын қайтаруы мүмкін, немесе сіз біреуге қарыз болсаңыз, сіз қайтаруыңыз мүмкін. Осы кезде сіздер бір нәрсе істеуге деген құлшыныстарыңыз өте жоғары болады. Бірақ кейбір адамдар
сіздерді артқа тартуы мүмкін. Яғни бұл істегенің дұрыс емес, сіздің ойыңызға бір күдік түйінін тастауы мүмкін. Яғни сіз осы кезде өзіңіз істейін деп тұрған нәрседен айнып қалуыңыз мүмкін, күдіктеніп қалуыңыз мүмкін. Күдік деген өте жаман нәрсе. Сол нәрсені сіздерге жақын адамдарыңыз тастауы мүмкін. Бұл кезде ең маңыздысы басқа адамдардың сөзіне қатты мән бермеу керек. Одан кейін сату, жаңағы жарнама жасау жағында кішкене напряженный ситуациялар болуы мүмкін. Егер сіз жаңағыдай өзіңіздің бұйымыңызды немесе өзіңіздің услугаңызды немесе басқа нәрсені жарнамалайтын болсаңыз, міндетті түрде оны дұрыс жасауға тырысыңыздар. Егер өзіңіз жасай алмайтын болсаңыз, сондай бір адамдарды табуға тырысыңыздар. Сол нәрсені жақсы түсінетін адамдармен сотрудничать етуге тырысыңыздар. Одан кейін 13 күні бізде Марс планетасы мен Юпитер бір нүктеде қосылатын болады. Және сіздердің екінші секторларыңызда. Егер сіз жаңа алдындағы айтып өткен аспект бойынша барлығын дұрыс жасайтын болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде үлкен қаржы келуі мүмкін. Жалпы Марс бұл сіздің әрекетіңіз, ал Юпитер планетасы бұл масштаб, яғни масштабный ақша келуі мүмкін сіздерге. Сіздің табысыңыз көбеюі мүмкін. Осы кезде оның бәрі сіздің қолыңызда. Яғни сіздің қалай жұмыс жасайтыныңызға, сіздің қалай контакт жасайтыныңызға байланысты. Және де осы кезде өзіңіздің кірісіңізді көбейту үшін жаңа жолдар таба бастайсыз. Яғни сіздерге кірісіңізді көбейтудің жолдары ашыла бастайды. Міндетті түрде сол жолдарға көз қырыңызды салуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы ол нәрсені байқау. Көп адамдар оны байқамайды. Бұл аспекттің ең бір ерекшелігі, бұл қосылыста Альдебаран деген жұлдыз бар. Бұл жұлдыз именно түнде ең жарық жұлдыз болып саналады. Бұл жұлдыз осы аспектте бар болғандықтан сіздің үшінші көзіңіз ашылады, былайша айтқанда. Сондықтан жаңағы өте тонкий нәрселерді сіздер байқай бастайсыздар. Яғни екінші сектор бұл қаржы секторы болғандықтан, қаржыға байланысты сіздің үшінші көзіңіз ашылады. Сіз осы кезде табыс көздерін байқайсыздар. Енді сіздердің белгі үшін өте керемет аспект сіздердің екінші секторларыңызда. Одан кейін 19 күні ай толатын болады. Ай толған кезде мен айтамын, бір кульминация болады. Адам бір қорытынды жасайды деп. Осы 19 күні бізде өте напряженный күндердің бірі. Осы күні өте көп деген негативный аспекттар болады. Осы күні барлық планеталар бір-біріне негативный аспектта болады. Сондықтан осы күні жан-жағыңыздағы негативті, өзіңізден негативті байқайтын болсаңыз, сабырға келуге тырысыңыз. Осы кезде сіз жақтан қандай да бір протесттар болуы мүмкін. Енді сіздің 10-шы секторыңыз болғандықтан, жұмысыңызда бастықтарыңызбен қандай да бір конфликтқа түспеуге тырысыңыздар. Осы кездегі конфликттер сіздің жеке шекараңызды сақтау мақсатында. Немесе сіз осы уақытқа дейін көп жұмыс жасадыңыз, бірақ өзіңізді бағалағанын көрмедіңіз. Яғни сізде ешқандай карьералық көтерілулер болмаған болса, сол мәселесіне сіздер өзіңіздің қарсылықтарыңызды білдіруіңіз мүмкін. Бірақ сіздер осы күні барлық мәселені шешуге тырыспаңыздар. Мен айтамын, осы толған ай кезінде шешу керек, өте бір эмоциональный кезең деп. Бірақ осы кезде адам барлық картинаны жоғарыдан, шетінен көре алады деп айтамын. Осы кезде сіздердің картинаңыз негативный болады, міндетті түрде, өйткені жұлдыздардың барлығы бір-біріне қарсы тұр. Сондықтан қандай да бір шешім жасайтын болсаңыздар, 20-сынан кейін жасауға тырысыңыздар. Өйткені осы күні сіздер негативқа, жұлдыздардың қаһарына ұшырауыңыз мүмкін. Қандай да бір шешім жасайтын болсаңыздар, осы күні емес, 20-сынан кейін жасауға тырысыңыздар. Өйткені осы кезде сіздер сол жұлдыздардың арасындағы негативті аспектке шырмалып қалуыңыз мүмкін. Сол мәселесіне кішкене қате шешімдер қабылдауыңыз мүмкін. Одан кейін 22 мен 24 күн аралығында
гармоничный аспект болады бізде. Міне осы кезде қабылдасаңыздар болады шешімдеріңізді. Енді бұл жерде сіздердің қандай да бір жылжымайтын мүлік, бизнес, сіздің өз-өзіңізді бағалауыңыз, сіздің қаржылық жағдайыңызға байланысты жұмыстарды жақсы шешуге мүмкіндігіңіз бар, иә. Өйткені осы кезде сіз қолыңызға алған жұмыстар тез шешілетін болады. Яғни сіз бір рет сөйлейсіз, келесі адам келісе кетеді. Осы күндердің аспекті сондай, сіз сөйлеген кезде басқа адамдар келіседі. Одан кейін 25-нен бастап бізде үлкен тригон деген аспект болады. Енді бұл аспект өте гармоничный аспект, және бұның ішінде өте мощный Плутон планетасы бар. Осы кезде сіздердің шығармашылығыңыздың апогейі болады, пик болады. Яғни осы кезде сіздер өзіңіздің бет әлпетіңіз, түр келбетіңіз, жалпы сыртқы келбетіңізде қандай да бір өзгерістер жасауыңыз мүмкін. Яғни сіз осы кезде өте творческий боласыз, сіздің креативіңіз ашылады. Мүмкін осы кезде сіз шашыңызды қызылға бояғыңыз келуі мүмкін, немесе аққа, көкке бояғыңыз келуі мүмкін, немесе сіз қандай да бір бетіңізге өзгерістер жасағыңыз келуі мүмкін. Резко сіздің стиліңіз, имиджіңіз өзгеруі мүмкін. Мысалы сіз кимейтін қызыл түстерді кие бастауыңыз мүмкін. Сондай бір сіздің сыртқы келбетіңізге байланысты қандай да бір керемет өзгерістер болады. Енді ол өзгерістер сондай бір неординарный Уран планетасына байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Сіз өмір бақи ұзын шашпен жүрдіңіз, кенеттен шашыңызды қысқа қиып тастадыңыз, сондай бір өзгерістер. Одан кейінгі соңғы аспект бұл 28 күні болады. Венера планетасы мен Нептунның арасында оппозиция. Бір-біріне қарама-қарсы тұрады екі планета. Енді бұл жерде сіздер өзіңіздің ішкі жағдайыңызбен жұмыс істейтін боласыздар. Ішкі проблемаларыңызды шешуге тырысасыздар. Осы кезде ретрит, санаторий деген сияқты демалыс, емханаларға баруыңыз мүмкін, профилактика ретінде да. Одан кейін осы кезде жаз мезгілі болғандықтан судан және тамақ, дәрі-дәрмектен уланып қалудан өте абай болу керек. Міне достар, сіздерге арналған тамыз айына астрологиялық жұлдызнамам осындай. Аспан әлеміндегі планеталардың, жұлдыздардың қозғалысын өзімізге тек жақсы жағынан пайдаланайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.